Selam kızlar, kaldarınız kalay kişiyi korikten kalan materiallardan kalyaskaya çuhult koyayım dedim. Kalyaskamızı lipadizci öyle maşinadan jüret soğuşuna şaşırtmasın deyip kaptap koyayım diyordum. Osla yeni böyle likalasında savalastar. Kalyaska bu anda polnist hatta yamay metinler yürükasına kaptap jatımın. Dәл осыдан бізге екі штук керек. Егер сіз мына жасыл материалыңыздан жететін болса, астында үстінде жасыл бола беріңіз. Или болмаса, жаңағыдай қалған материалдан басқа материал қоссаңыз да болады. Бізге ене постоянно айтып отырады, баланың заты далада ашық қалмау керек деп. Сол әбден құлағыма құйылып қалған ғой, сол үшін подъезде тұрса да мен ашық тұрғанын қаламаймын, машинада тұрса да ашық тұрғанын қаламаймын. Жерелі тұрсаңыздар, тем более сіздерге керекті не, міндетті түрде коляскаңызды жауып қойыңыз. Немесе ең оңай осындай чехолды қойсаңыз шалып, трубкадан киізе бересіз. Міне екі беті дайын болды. Пластымен колясканың үсті, енді осылай колясканың ұзындығын өлшеп аласыз. Менде 20 сантиметр, бірақ алған кесе 23 деп аламын. Сосын осылай айналдыра көлемін өлшейсіз коляскаңыздың. Көлем менде 2,20 кетті, ұзындығынан 21 туын, енді оған 2 сантиметр қосып 23 қылып алып кесемін. 2,20-ны материалымды бүктеп қысқартып алдым. Қазір бәрін оптым бір қия салайын деп, бірақ қайшым әрең өткенді. Мұна 4 слой жиналған материал ғой. 2,20-ны мен оған тігіске қосып отырмын, сол кезде алып отырмын 2,24. Үлкенге ол жанына 4 сантиметр қалдыра салдым тігіске. Міне бәрін есептегенде 2,20 кетеді. Жиналған кезде мына 55 пе 56 сантиметрден ба келіп тұр. Енді осындай бізге бір сырма керек болады міне. Мынау кәдімгі көткілердің сырмасы екі жақ қарап алынып қалатын, немесе бас жағы, бүгіні жағы біріктіріп тұратын алсаңыз да болады. Осылай фиксировать етіп аласыз емен. Бұл потайной замок емес, сол үшін тігі оңай, бұны кәдімгі лапкамен тіге бересіз. Мен баста бір жағын қызыл қылам деп шешіп едім, сосын барып жасылыма там жететін болғандықтан айналдыра бәрін жасыл қылам деп қызылды да жасылға бастыра салдым. Міне екінші жағын енді осы коляскамыздың бет жағына тігіп аласыз. Видеоны мұқият қарап отырсаңыз түсінесіз. Мұнда видео мутный болып тұр почему-то. Міне осылай замогыңыз айналдыра жауып тұратын болады. Керек кезде ашып замокпен жаба бересіз. Екінші бетін тікетін боламыз, енді осыған. Не, замоктан қалған ашық жерлер болады ғой, осыны 1 сантиметр дегіп тігіп шығыңыз. Барынша үлкендеу қалдыра беріңіз тігіске. Не, айналдырып тігіп шығаңыз. Енді осы жерін біріктіріп шығамыз. Міне. Мен жаңа 4 сантиметр қалдырдым ғой, міне көрдіңіз ме, ұзын болып тұр. Спокойно қалып, уже біріктіре аласыз. Жетпей алғаннан қалған дұрыс. Енді осының астын тігіп шығамыз. Бұл да оңай, енді айналдырып, машинамен зор еткізіп жазып аласыз. Міне мен чехолым дайын. Маған бір 40 минут уақыт кетті тігуге. Оңай ғана тігесіздер қыздар. Машинам жоқ десеңіздер, қолмен көктеп тігіп жасаңыздар да болады, ерінбей. My baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature days? If you leave me a good time, I swear you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, I'm loving the thought of me. I am so obsessed. I
bakani